Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сацабили деп аталынатын қыстық салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі помидор, болгарский перец, сәбіз керек болады, пияз, сарымсақ, ащы бұрыш және петрушка, укроп керек болады. Осылардың барлығын мясорубкадан өткізіп аламыз. Барлығын пияз, сарымсақ, петрушканың барлығын өткізіп аламыз. Тек қана укропты ғана қолмен турап саламын. Енді ыдысымызға сұйық майымызды құйып, ең бірінші пиязымызды саламыз. Пиязымызды 3-4 минут қуырып алғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді 10 минуттай қуырып аламыз. Және сәбізге 2 ас қасық тұзымызды қосып барып қуырамыз. Жақсылап араластырамыз. 10 минут өткеннен кейін перецімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырып 5-6 минут қуырып аламыз. Бетін жауып, осылай суы шығады. Енді помидорымызды қосамыз. Помидорымызды қосқаннан кейін 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант және сарымсақ, ащы бұрышты, петрушканы мясорубкадан өткізіп алып, онда осы кезде қосамыз. Және укропты да қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Газдың астын ең қаттысына қойып, қайнатып аламыз. Сол қайнағаннан кейін барып астын азайтамыз. Жай отта 25-30 минут қайнатып аламыз. Осы кезде мен банкаларымды стерильдеп аламын мантоваркада. Мен 25 минут қайнатып алдым. Дайын болды. Енді банкаларымызға салып, құйып, жаба береміз. Және де крышкаларда осы банкалармен бірге қайнатып аламын. Осы кезде закрывашканың қалай қолдану керек екенін айтып өтейін. Банкамызға крышкамызды жабып, осылай закрывашканы айналдырамыз соңына дейін. Соңына жеткен кезде өзі жаңа айналдыру қиындай түседі, тоқтап қалады. Ол уже соңына жетті деген сөз. Одан кейін артқа жүреміз, ақырындап артқа жүріп шығарып аламыз. Осымен бір-ақ рет жасасақ болады. Және міндетті түрде тексеріп аламыз. Су ештеңе ақпау керек. Осымен жабылды банкымыз. Осылай барлығын жауып шығамыз. Осылай төңкеріп қоятын боламыз, және үстін жауып қою керек міндетті түрде. Менде бұл мөлшермен барлығының мөлшерін жазып қалдыратын боламын. 7 литр шықты. Осындай дәмді, жалпы ашты емес дәмі. Егер ашты болған қаласаңыз, 3 штук ащы бұрыш қоссаңыз, ащылау болады. Жасап көріңіздер. Егер видеом ұнап, пайдалы болып жатса, лайк баса кетіңіз.